Өрмекшілер бізді таңғалдыруды жалғастыруда. Таныс болыңыздар, бұл Дарвиннің өрмекшісі өзінің кішкентай болғанына қарамастан 25 метрге дейін жететін ұзын өрмектермен ұя соғады. Бұл ұрғашы өрмекшінің өлшемі 3 сантиметрден аспайды, және бұндай алып өрмектерді бұл өрмекші физиканы қолданып тоқиды. Ұрғашы өрмекші алдымен ең қалың жіпті қайықтың желкені сияқты желдің ағындарымен жібереді. Нәтижесінде жіптің ұшы келесі бір ағаш бұтақтарына жабысып үлкен 25 метрлік көпір пайда болады. Ең басты жұмыс аяқталды, енді өрмекші өзінің алып торларын тоқуды бастайды. Американдық және словениялық ғалымдардың бұл өрмекшінің жібі оқ өткізбейтін құрыш жасайтын кевлар атты матадан 10 есе мықты екенін анықтады. Ғалымдар бұл өрмекшілердің геномын ашып, одан бірге ақуызды тапты. Бұл ақуыздың бөлшектері жіптің жалпы құрылымның тұтастығын сақтай отырып, созуға көмектесетін серіппелер рөлін атқарады. Дарвиннің өрмекшісінің тағы бір ерекшелігі оның жіп еретін мүшелері ұзындау және басқа өрмекшілердікінен біршама өзгеше орналасқан. Бұл оған осындай ұзын жіптерді шығаруына мүмкіндік береді. Ғалымдардың айтуынша, олардың зерттеулері жер бетіндегі ең берік синтетикалық биоматериалдарды жасауға жол ашады. Жаңа өнім медицина мен құрылыста қолданылуы мүмкін. Бұл сирек кездесетін өрмекші Мадагаскар аралында тіршілік етеді. Өрмекшілер түнде суға жақын ұшатын көбелектермен ғана қоректенеді. Оларды қақпанға түскен басқа жәндіктер қызықтырмайды. Еркектер үшін де жақсы жаңалық. Бұл өрмекшілердің ұрғашылары өз аталықтарын жемейді. Ары кетсе жай ғана өлтіре салуы мүмкін. Сондықтан да нағыз еркектер ұрғашының ұясына өз еріктерімен барып, осындай керемет өрмектердің пайда болуына мүмкіндік жасайды. Әрбір үлкен мықты ұрғашы өрмекшінің артында кішкентай аталық өрмекші тұрады. Осыны есте сақтап ұмытпайық. Дәл осымен біздің видеода өз мәресіне жетті. Назарларыңызға рахмет. Видео қызықты әрі пайдалы болса, арнама жазылып, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпа. Келесі кездескенше сау болыңыздар.